Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен чебуреки дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға қайнап тұрған ыстық судың үстіне тұз салып, тұз ерігенше араластырып, ұнымызға қосамыз. Артынша кішкене май қосып, бірінші қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз, қолымыз күйіп қалмау үшін. Кейін қолымыздың көмегімен жақсылап орташа тығыздықта қамыр илейміз. Мінеки қамырымыз осындай тығыздықта болады. Қамырдың құрамын астына жазып кететін боламын. Дәл сол құрам бойынша жасасаңыздар, дәл осындай қамыр шығады. Енді осы қамырымызды мешокқа орап, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді осы аралықта ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, ет пен пиязды орташа бөліктерге бөліп, блендерда ұсақтап аламын. Егер тартылған еттеріңіз болатын болса, ол да жарай береді. Мінеки ет пен пиязды бірге ұсақтап алдым. Еттеріңіз барынша осындай ұсақ болғаны дұрыс. Чебурекидің ішінде тез пісетін болады. Сонан соң оны ыдысымызға салып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын саламыз. Менде ет майсыз болғандықтан кішкене сұйық май қосып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Кейін мен салмамыз сочный болу үшін кішкене 2-3 қасықтың көлемінде су құйып араластырдым. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымен жұмыс істейтін боламыз. 10-15 минут тұрған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Мен чебурекилардың барлығы бірдей болып шығу үшін таразының көмегімен пайдаландым. 50-60 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек пішін беріп, жуалақтап аламыз. Қамырымыздың барлығын жуалақтап дайындап алдық. Енді бетін мешокпен жауып отырып, бірінші жуалақтаған қамырымыздан бастап, дәл видеода көрсетілгендей етіп жаятын боламыз. Мінеки біздің қамырымыз осындай жұқалықта болу керек. Енді оның ішіне бір қасықты қатты толтырмай, салмасын салып, жартысына дәл видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Қамырымыздың шеттері жақсы жабысу үшін кішкене сулап жіберіп, қамырымызды біріктіріп, шеттерін жақсылап ашылып кетпейтіндей етіп басып шығамыз. Жақсылап қамырдың шеттерін жабыстырып алғаннан кейін вилканың көмегімен дәл видеода көрсетілгендей етіп басып шығамыз. Мінеки дәл осы тәсілмен барлық чебурекиларымызды дайындап аламыз. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Лайк басып, және де басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісін басып қоятын болсаңыздар, мен осындай салған видео рецепттерімді біріншілердің қатарынан болып көріп отырасыздар. Енді орташа отта қызып тұрған майымызға чебурекиларымызды салып пісіреміз. Майымыз міндетті түрде орташа отта тұру керек. Одан көтеріп жіберетін болсаңыздар, чебурекилеріміз тез қызарады да іші піспей қалуы мүмкін. Жай асықпай отырып пісіріп аламыз.
Осылай бірінші беті піскен соң екінші бетін алмастырып пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің чебурекиларымыз өте әдемі болып пісіп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай екі жағы да қызарып өте әдемі болып пісті. Енді оны майдан шығарып алып, міндетті түрде қағаз майлықтың үстіне қоюға кеңес беремін. Сонда артық майларын қағаз салфетка тартып алады. Енді дәл осы тәсілмен барлық чебурекиларымызды пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің чебурекиларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қытырлақ және сочный болып шығады және тез дайындалады. Сіздермен болған Фариза. Егер видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.